Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. 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 Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. 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 Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. 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 Senin жылуыңды сездім, алыста жүрсең де, ұмытпа мені. Какая милая. Айта алмай, қалайша жүрсең. Не знаю. Мен білмеймін. У нас такое состояние сейчас, если честно. А, какая клевая песня. Приятно. Керемет ән екен. Өте жақсы екен. Нәзік кім айтады екен? Бұл кім емес пе? 91-дағы емес пе? 91 ғой? Это какая-то группа, да? 91? Да? Это группа 91. А, 91. О, я білем. Бірақ мен дауыстарын онша танымайды екенмін де. Ол деген көңіл тыныштандырады. Бірінші рет мен негізі қазақша өлеңдерді көп тыңдамаймын, бірақ дауысы керемет екен. Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді. Көзіңді жұмасып Қайтадан. Обожаю эту группу. Хорошо поют. Мне понравилось. Екі жүрегімсіз қалсын лүпілімен айырылып қалатындаймын бір күнімен саған қалай Хорошая песня. Голос приятненький. Я бы даже скачала. Скажи же, вот этого мамбетского нету, привкуса, как сказать. Ритм хороший. Качественная музыка, песня такая качественная. Молодцы, ребята. Вокалисты нормальные, хорошие вокалисты. И тот, кто научился потихоньку казахская эстрада превращается в нормальную эстраду. То эстрада. Айлы түн нөсер тамшыларымен бірге менің көздерімнің Никогда не слышала. жастары екеуміз салған сезім бейнесі өңсізден Ұйқым келді ғой. неліктен. Это 91. Я обожаю эту группу. Очень красивая песня. Спокойная такая песня. Успокаивающая. Жақсы өлең. Жақсы өлең екен. Былай тыныш жатып былай тыныш демалған жақсы арналған өлең да. Жатып рахаттанып демалып жатуға арналған өлең. Зачем?
Зачем? О, брат. Bir ko'rgandan beri Мне нравится начало, спокойное такое. Күтемін сенің маған деген сезімдеріңді, күтемін сені маған дереу белгі береді, күтемін сені енді келесі Жақсы өлең, жақсы өлең. На припев становится более зажигательно вообще. Осылай көңілді өлең шығарса жақсы ғой. Өте әдемі екен. Я обычно казахские песни вообще не слушаю. Название запомни, в машине потом будем слушать. Окей. Тыңдадым. Бұл өлеңді тыңдадым, маған ұнайды. мен сондай жаман бала болып қауіпті алатынын алып кетпесе болмайды бұған қалай қарайсың. Парень читает знакомый голос. Найти он? Значит, вы знаете. Я знаю найти он. Это круто, да. Это круто. Нужно запомнить. Қай әнді шығарса да хит болатын топ қой деймін бұл. Керемет. Жақсы өлең екен. Спокойная, ненавязчивая, вот до середины, где уже там дабстеп начался. Я просто там не особо любитель жанра. В принципе, как фоновую послушать можно, но не на каждый день. Ну, слышали? Так слышали, но мы не прям фанатки. Да. Простите нас. Я считаю, что это, в принципе, какой-то новый, не знаю, что-то новое у нас в нашем казахстанском шоу-бизнесе. Жақсы топ, осы жаңадан шыққан топтардың бірі. Бірақ мен осы топты онша көп тыңдамайды екем. Бірақ естігенім бар ол туралы, Гаккуден көрген клиптерін жақсы е. Енді дауысынан уже танып бастадым 91 екен. Мен 91-дардың өлеңдерін тыңдадым арасында. Айыптаманы, сосын қалай еді, саған қалай айта аламын, маған деген сезімді соларды тыңдадым енді. Әйтеуір дауыстарын танып қойдым. Ну, как бы, очень даже классная группа, песни очень даже впечатляют. Еще мне нравится их песня «Қайтадан». «Қайтадан», да, мы ее вообще слушаем. прям Самое-самое офигенная. прям за душу берет. Они все такие разные, настоящие. Тион деген группаны құрғаннан бері мен тыңдап келемін. Осымен бір жыл болды тыңдап келемін. Айыптама деген өлеңнен бастап. Тағы «Қайтадан» деген өлеңдер бар. Вот это, кстати, радует, то, что они вот хорошо прославились и на казахском языке. Да, вот. Поют, и Я как-то, читают. ну, у меня, получается, сестренка, она их любит, и она мне как-то говорит, вот, смотри, американцы делают видеореакцию на их клип. Я просто посмотрела, и реально многим понравилось. Бұл топты мен тыңдаймын. Жақында ғана пайда болған топ 91 деп аталады. Бұлардың бағыттары жаңа, Q-pop деп аталады. Әндері өте ұнайды, заманауи негізде жасалған. Ерболат Беделханға осындай Қазақстан эстрадасына осындай жұлдыздарды сыйлағаны үшін үлкен алғыс білдіремін. Орындау шеберліктері, әннің сөздері жүректен орын алады. Маған қатты ұнайды.